Коннун əsas vaqaları haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Xayrlı akşamlar. Галибе күні арфесінде женк ветеранларыны туған Жанкой шәрінде Девлет Дума мебусы Михаил Шеремет хайырлады. О чечек ве бақшышларының женкнің ағыр елларыны башындан кечірген 8 ерлі сакенні зиярет етті. Оларның сырасында мебусының бірінші ожасы Екатерина Хоменко ве Қырымның ең иджади чоқ яшаған адамы Геннадий Мельников бар еді. Сталинград ұрышының 97 яшлы иштиракчысы ресім ве ширлеріні язмаға девам етті. Оларның бұтын Устахане удасы яраштырылған. Бір ветеранда Жанкой сакені Василий Дорофеев. Галибе байрамындан сон 95 яшыны толдырacak. Ода Девлет Дума мебусы вешер реберлігінден хатыра бақшышларыны алды. 2020 сенесі есе Галибенің юбилейіне Георгий Жуков адына медальның сайыбыне квартира әлді етмесіне сертификат берілген еді. До тех пор, пока память. Галибе казанғанлар неселі ақта хатыра тұрғаны қадар, 9 майыз байрамы девлет байрамларының ең есасы ве тарихымыздың мұқадес күнлерінден бірі олачақтыр. Бұл күнлері біз ветеранларымызға тешекүрлерімізні білдіреміз ве теменна етеміз. Галибе юлларынен бойле серлевалы сергі Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде açılды. О Қырым татарларыны Улу ватан женкіндегі иштиракчилеріне бағышланған. Мұнда 100-ден зияды ат ве 150-ден зияды экспонат тақдим етілген. Сергіде женковер аскерлерінің галибелері ақта тариф еткен фото, весиқа ве мүкефатлар көстерілген. Бұл сергиде біз шынды әрбір насыл фронтта иштирак етілді ве қайда кемлер да озыны бұлі қараманжы көстермеге имкан олды. Бөлі шынды айырдық ве Западный фронт, Северо-Западный фронт ве айтқаным кебе яңы исімлер, яңы адлар, яңы документлер, яңы весихалар. Ондан біздің мақсадымыз асылы бүтін бұл женкте иштирак еткен біздің әрбір ватандашымыз хақында мәлумат топлапты, бұйық балабан галерея açмақ. Сергі үч қысымдан ибарет, бірінші қысымда женкнің башы ақта тариф етілі, екіншісінде Қырым татарларының женктегі иштиракчилері ве Сталинград мудафасы ақта айтыла. Сонке қысым есе Қырымдаки партизан әрекетіне бағышланған. Сергіні бір айдавамында зерет етмеге мүмкін олacak. Мында Авропаны азат еткен, Галибеге балабан исе қошқан, Берлин операциясында иштирак еткенлерінің адлары тақдим етілген. Біз қараманлықларынен айрылған, мүкафатланған, яраланған яда ғайып болған иштиракчилеріні көстермеге истедік. 20 жылдан берлі теміз ава еріне канализация ве туалет сасықлары ақмақта. Бұл кірлі сувлар өзенге біле барып етті. Бізім даими халық айта рубрикамызда Ислам Терек қасабасынан сәкенлері канализациянен олған проблемлер ақта тариф етелер. Камера арқалы мында олған қоқыны не етмеге мүмкін дегіл. Мына шымды 13 дереже sıcak. Мында даян алмайжақ сасық тұрғаныны ис етесіз ме? Ислам Терек қасабасындан барақ кой юрту тарафына чыққан yol үстінде тазиявадан нефес алмаға чария yok. Ерлі сәкенлерні бұл ярамай қоқулар енді 20 жылдан берлі ратсызлай. Эдит Әжерединов бұл ерлерге 90-нчы сенелері көчіп келген еді. Оның айтқанына көре канализацияны қапатмаға чария yok. Чүнки сон кой батып кетечек. Мына бұл шейлер епсі. Сабық газ толдырған станция территориясындадыр. 3-4 ел евелсі мында бұл қадар шей жоқ еді. Ерлі сәкенлердің айтқанларына көре, мұнда темізлейджі алитлер бар, ама олар ескерді. Оның үшін чалышмай. Керлі сулар енді газ станциясына сығмай. Субаш өзеніне ақып башладылар. Бұл өзен 200 метр ұзақлықта ерлеші. 50 метр ұзақлықта ерлешкен гаражларда. Керлі сувнен толы башлады. Ерлі сәкенлер канализация сулары тек чевре табиатқа да келді. Адамларға да зарарлы деп кедерленелер. Мына парлақ бір мисал. Бақын, машина тамир еткен чұқырларда не ерлеше? Олар епсі сувға толу, бөйле чалышмаға чаре жоқ. Ерлі мемуриетті хабер еткенеріне көре, проблеманы чезмек үшін яны темізлейджі иншатларыны құрмақ керек. Акимие темсилжилері енді инвестлей ханыджым хурет севесінде көтерділер. Біз проблеманы вақтынжа олсада чезмек үшін тамир ішлеріне анлашма имзаладық. 20 майысқа бұл меселе чезілмек керек.
Егер сіз қиын меселені чезіп оламасыңыз, чешет мөсеселерге енді рижа еткен олсаңыз, ама сізге кимсе ярдым етмеген олса, бізге язын ве телефон ачық. Электрон адресімізні ве номер телефонымызны экранларыңызда көресіз. Өз хаберлеріңізні ичтемаяларымызда да яза білесіңіз. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Милет үшін, Ислам Тарек районы. Эскі Қырымда бірінші үйінден жәменің құрылжылығы башланacak. Яны бина 500-ден зияде адам сықтырacak жұма ве байрам намазларында шәрінің дегер дин иншаатларыны бошатмаға ярдым өтecek. Амма Эскі Қырымдаки милли мектепте оқуф ерлері етішмей. Тасил муссесінде керегінден чоқ бала оқой, чүнки ана тілінде тасил алмақның популярлығы пек yüksek. Яны мектеп бинасы олacak екенмі жевап невбетті келев хамызда. Eski Қырымда 10 binге yakın adam yaşay. Onlardan 50% musulman. Eki cami çalışmakta. Onlardan biri Özbek Han camisi. O 1314 senesi kurulgan edi. Dini bayram günleri munda pek çok adam toplana. Ama yer herkesге yetmey. Многие стали приходить уже с детьми. Жәмеге адамлар сығмай, жоқсы келгенлер балаларынан олалар. Осып келе ятқан несіл. Байрам намазлары вақтында біз азбарға балабан кілімлер төшеп чықамыз. Ама шымды байрамлар қышқа айланып келе ята. Оның үшін меселені чезмек керек. Яны дин иншаты құрылacak ер енді айырылды. Лехаға көре, жами мұнда бұ ерде құрылacak о трассасының қаршысында ерлеші. Бина 500 адамны сықдырacak. Құржылықны есе 1 июнде башламаға планлаштыралар. Дин иншатларының толылығымен бағылы меселе чезіле. Ама оқуф мөсеселеріндеки ер етішмемезлік проблемасы кескен тура. 2 Б сыныфы bu hanenin площади tertiplere келішмей. Азлық еді. Eski Қырым мектебінің мудыры сыныфларны көстере. Ер пек аз. Ама ана тілінде оқымаға істегенлерінің сайысы ел-елдан арта. Лехаға көре, бұл мектепті 370 оқуф ері. Лекен шымды мұнда 500 ер толдырыла. Это все, конечно, отражается. Ер етішмемезлігі тасил кейфиетіне, дерслерінің алып барылмасына да тесір ете. Мектепте музыка, ОБЖ одалары, китапхане, оқуф, ве тадбирлер залы жоқ. Зарема Османова мектеп азбарында ерлешкен сергіні бақа. Қадын бұл оқуф месесінде 19 елдан берлі чалыша. Мұнда оның 2 қызы да тасил ала. Для всех детей нашей школы, не только для детей. Талиби, ана бабалар ве шер сәкенлерінің ең балабан арзусы балабан мектепнің құрылмасыдар. Яны мектептің құрылмасына планлар балабан. О 750 баланы сықтырмақ керек. Смета енді азыр. Ама ишлердің башланмасына бұл ернің мерkezінде ерлешкен шақси мүлк кедер ете. Оны да кечкен асырның 90-шы сенелері ресмилештірген еділер. Исторически оказались одна... Ойле олды, мүлкиет мектеп азбарында қалды. Ве бұ ерні екіге бөлді. Шымды бұ бинаны сатын алмақ меселесі тура. Шер мемориеті 7 күн içinde мектептің территориясыны кендештірмек үшін қошма топрақ сайламақ керек. Мұдыр есе муниципаль ве жымхури акимиетке бұ топрақларны сатын алмақ үшін аризалар язмақ керек. Сабина Дениева, Ильмас Аблакимова, Алим Сейдалиев, Ислам Тарек районы. Бізімкілер ең яқшы. Янарда қадлы Қырым татар ансамблі Сочи шәрінден кечкен Берег Победы адлы халықара конкурста милли ойын номинациясында 1-ші ерні қазанды. Енді яш артистлер артист 2021 адлы ер-еллық иджеде мүкефатқа азырланалар. Бұл тәдбір Русияның медени пайтақтында кечечек. Ғалеплерінен бізі мұхберлеріміз сүбетлештілер. Milli Қырым татар ойыны бұл әм санат есері, әмде белі бір деверінің весиқасыдыр. Тарих девамында ойын денішті, халқының медени инкишафыны акс еттірді. Амма ань-аневи ойынлар сақланып қалды. Қырым татар тарихы вияны қайтарма кебелері велкі кібі милли коллективлерінің репертуарында. Тамам бұл екі ойыны артистлер Сочи шерінде кечкен халқара фестивальде конкурс азаларына ве мұсафірлерге нумайыш еттілер. 14 яш ойынжы Ғалибеге наил олдылар. 12 яшлы Зарина Сейтякубова енді 6 елдан берлі ойынларынан оғраша. Конкурста иштирак етув чоқтан чоқ дойғолар бағышлады. Мы очень волновались, сильно переживали. Біз пек eycanladık, атаққа севет еттік. Чүнки бұл Сочи шері еді. Ама реберлеріміз сіз керчектен де яқшы ойнадыңыз, дерслерде айтқан ершені доғра яптыңыз деділер. Бұйыклерде яш артистлерден зияде eycanladılar. Балалар қазанған ғалебе ана бабалар үшін бұйық қуанч ве ғұрурдыр. Эльзара Сейтякубова тариф етеки, өз қызының истидатында ичбір даққа шүбеленмей еді.
Менің балам бұл ансамбльге раст келгенінден бақытлы, мен де пек бақытлым. Біз инкишаф етіп осы башладық, біз бірінші ерлерге шығып башладық, бұл пек қувандыра, тесюратларындыра, бұл пек яқшы нәтижелер. Хореографлар да өз талебелерінің мувафақиетлеріні көзетіп қуваналар. Оджалар бір дерсте күчлеріні аямай çalışалар. Чықышларға чоқ вақыт азырландық, январь айындан олса керек, біздің бұл ярышқа давет еткенлерінен оны азырланмаға ве иштирак етмеге қарар алдық. Біз конкурста ем қырым татар қадын қызлар ве кішілер ойынларының дүлберлігіні көстермек, емде бізде чешет музыкамыз олғаны анлатмаға истедік. Бұл ем дүлбер ағыр авалар, ем этно музыкамыз. Ем қайтарма, дүлбер, шен, жошқун ойынларымыздыр. Бірінші ве милли медениетлер сақланылуы için махсус диплом тедбірінің нәтижесі бойле. Қырымлы коллектив артист 2021 адлы ел мүкафатында шығышта болынмаға имкан қазанды. Бұл тедбір елінің сонында Санкт-Петербург шерінде кечежек. Дауд Чахалов, Акиме Сидометова, Максим Голубев, Миллет Ичун. Бүгінге бұл эпсі хаберлер меле телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.